Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түрік баклавасын бірге әзірлейміз. Ол үшін бізге 3 дана жұмыртқамыздың сарыуызына 100 грамм қаймағымызды қосып, араластыра отырып, үстіне 100 грамм жылы суымызды құямыз, 50 грамм сұйық майымызды құямыз, 1 ас қасық алма сірке суын және 100 грамм ерітілген сары майымызды қосып, массамызды жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала илеуіштен өткізілген 500 грамм ұнымызға 10 грамм қопсытқышты қосып, дайын болған массамызға ұнымызды біртіндеп қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Менде бұл жерде 520 грамм ұн қосылды. Достар, каналыма көмектесулеріңізді сұраймын. Ол үшін алдымен осы видеома лайк басып, төменде поделиться батырмасын басу арқылы әлеуметтік желілерде достарыңызбен бөліссеңіздер, яғни Facebook, Instagram, Telegram және тағы басқа желілерде қазақ контентінің дамуына үлестеріңізді аямай қоса отырыңыздар. Видео бойынша төменде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Міндетті түрде әр пікірге жауап беремін. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Қамырымыз қолға жабыспайтын жұмсақ болып шықты. Енді осы қамырымызды 15-20 минутқа демалдырып аламыз. Қамырымыз 15-20 минут тыныққанша салмасына кірісейік. Ол үшін 200 грамм жер жаңғаққа 200 грамм грек жаңғағын блендердің көмегімен ұсақтап алдым. Енді осы салмамызға 1 дана жұмыртқамыздың ақ уызын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз 15 минуттай тынықты, теңдей 6 бөлікке бөліп алып, тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Бір сағаттан кейін қамырымызды бір-бірлеп жая бастаймыз. Қамырымыз жұқа болуы керек. Жаяр кезде ұнның орнына жүгері крахмалын себеміз. Қамыр жұқара бастағанда крахмал себуді доғарамыз. Видеоға мұқият қарасаңыздар, қамырымыз жұқа болып жазылды.
Енді оқтауымызға орап алып, екі шетінен жиырамыз. Сосын жайлап осылай ашып аламыз. Арасына екі саусақ сиятындай етіп, салмамызды салып шығамыз. Салмасына фисташканы немесе қаймақ жасап салсаңыздар да болады. Бетін жауып алып, екі жағынан бекітіп, бөліктерге бөліп аламыз. Баклаваларымызды аударып, өрнектерін шығарып, екі шетін тағы да жақсылап бекітеміз. Дайын болған баклаваларымызды формаларымызға салып шығамыз. 250 грамм ерітілген сары майымызды бетіне жағып шығып, 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Баклаваларымыз 45 минут пісіп шыққанша шәрбатты әзірлейік. Ол үшін 500 мл суымызға 600 грамм қантымызды қосып, қайнатып аламыз. Қантымыз ери бастаған кезде лимонымыздың 4-тен 1 бөлігін қосып, шәрбатымызды баяу отта 20 минуттай қайнатамыз. Ыстықтай пештен шыққан баклаваларымызға шәрбатымызды құйып шығамыз. Баклаваларымызға шәрбат сіңгенше бөлме температурасында суытуымыз керек. Менің баклаваларым бөлме температурасында 2 сағаттай суыды, артық сироптарын бетіне жағып шығып, осылай фисташкамен безендіріп шығамыз. Осымен біздің түрік баклавалары дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеома лайк басып, комментарий қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұржамал.